Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен тауық етінен осындай керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен 220 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне қопсытқыш, тұз және қант салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң бөлме температурасында жұмсақ 70 грамм сары майымызды алып, осылай ұнмен бірге біріктіреміз, яғни крошка пайда болуы тиіс. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз. Және де бөлме температурасында тұрған 70 граммдай айранымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Айранның майлылығы қатты маңызды емес. Міне осылай кішкене ғана қолға жабысатындай қамыр болуы керек. Енді осыны үстел үстіне кішкене ғана ұнды себелей отырып, жұмсақ қамырды илеп шығамыз. Оны целлофан пакетке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін тауық етін аламыз. Менде тауықтың бедросы, яғни осыны ұсақтап, төртбұрыштап, турап дайындап аламыз. Осымен біздің тауық етіміз туралып болды. Оны бөлек ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте картоп. Шикі 2 картопты алып, оны да ұсақ кішкене осындай төртбұрышты етіп, оны да турап тауықтың үстіне саламыз. Ендігі кезекте пияз. Менде орташа көлемде және де 1 тізше сарымсақты алып, екеуін де ұсақтап турап, жаңағы салмамыздың үстіне саламыз. Осымен барлық ингредиенттер туралып, ұсақталып, барлығы дайын болды. Енді осы салмамыздың үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір сағаттан соң қамырымызды тоңазытқыштан аламыз. Енді осыны жұмыс үстелімізге кішкене ғана ұнды себелей отырып, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Әр қайсысын оқтаудың көмегімен қатты жұқа емес, қалың да емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Бірден пергамент қағаздың үстіне жайсаңыздар, өте ыңғайлы болып келеді. Міне жайылған қамырдың үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды саламыз, және бұның үстіне 30 граммдай сары майымызды міне осылайша үлкен бөліктермен бетіне қоямыз. Ол кезде біздің пирогымыз сондай дәмді, сочный болып шығады. Енді екінші бөлікті де оқтаумен жайып алған соң, үстіне оны да төсеп шығамыз, және жақтарын осылайша түйіп алсаңыздар болады, қалауларыңызша. Осымен біздің пирогымыз дайын. Енді бұның қақ ортасын осылайша кішкене ғана тесікше дайындаймыз, яғни артық буы шығуы үшін. Енді бұның үстіне сары уызымызды жақсылап шайқап алып, толықтай жағып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында толықтай пісіріп аламыз. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, оп-оңай пісіп жатыр. Кешкі асты орнын толтыратындай керемет пирог болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлықтарына ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.